мына жақта көріп тұрғандай қалқанша маны безінің микроскоптағы көрінісін беріп тұрмын. Негізі бұл препаратты басқа препараттармен шатастырып алуға болады, себебі кейбір препараттарға өте қатты ұқсайды. Мысал ретінде ас қорыту жүйесіндегі препараттармен шатастыруға болады. Бір-екі пример айтып кетейін. Мысал ретінде ұйқы безімен шатастыруымыз мүмкін, одан кейін құлақ маны безімен шатастыруымыз мүмкін. Енді именно қалқанша маны без екенін қалай 100% айтуға болады? Мына микровинтті бұрау арқылы примерно строма жақтарға апарамыз, яғни оның сыртқы жағына. И осындай боялмай қалған жошаларды көреміз. Бұл бізде май жошалары. Жаңағы ас қорыту жүйесіндегі жошаларда бұндай май жошалары болмайды. Осылайша біз 100% қалқанша маны безі деп препаратты тапсақ болады. Енді мына препараттың сипаттауына тоқталайық. Препараттың аты деген кезде қалқанша маны безі, бояуы гемоксилин иозин. И мынау 1, 2, 3, 4 деген зерттеу объекттерін айтып шығамыз. Ал енді мен препаратты сипаттап бастайын. Так, мынау препарат негізі тағы да микроскопта табудың жолы бар. Кейбір препараттар былай берген кезде бұл препараттың жанында тағы да қалқанша безі орналасуы мүмкін. Яғни мына микровинтті бұрау арқылы коллоидтарды, яғни фолликулдарды көріп тұрсақ, онда қалқанша маны без деп айтсақ болады. Бірақтан бұл 100% емес, себебі бұларды бөлек-бөлек бөліп те беруі мүмкін. Одан кейін бұны не үшін айттым? Бұны айтқан себебім осы қалқанша безі мен қалқанша маның безін кейбір кезде бір строма жауып жатады. Яғни бұның стромасы дәл сол тығыз талшықты дәнекер-тіннен тұрады. Одан кейін мынау бізде фибробласттар мен фиброциттердің базофилді боялған ядролары и мынандай аксофилді боялған коллаген талшықтарын салып шықтым. Енді осы стромасынан, то есть капсуласынан, осы капсуласынан бізде былай неге қарай, паренхимасына қарай осындай перделер кетеді. И осылайша 3 номерін көріп тұрмыз, бөлікшелер дейді. Қалқанша маның безін осылай бөлікшерге бөледі. Енді мына бөлікшені бөлек қарастырайық. Бұл бөлікшеде қандай жошалар орналасқан? Бұл жақта бізде парациттерді айтады. Парацит. Енді осы парациттерді көріп тұрмыз, кейбірлері базофилді боялып тұр, кейбірлері аксофилді боялып тұр. Бұны енді жіктейік. Базофилді боялғандарын біз басты деп айтамыз. Қазір не үшін басты екен түсіндіріп кететін боламын. Одан кейін екіншісі аксофилді, аксофилді. Осы аксофилді жошаларда негізінен көптеген митохондриялар болады. Ал ең қызығы бұлардың функцияларын әлі анықтамаған. Анықталмаған. Енді бастысы бұның өзі екіге бөлінеді. Күңгірт. Одан кейін ашық. Осы күңгірттің функциясы өте жоғары. Одан кейін бұл күңгірт жошаларды тағы да жас жошалар деп айтады. Ал мынау ашықтың бұлардың функциялары төмен, яғни активтілігі төмен. Бұлар ескірген парациттер деп айтады. Одан кейін тағы не айтуға болады. Бұлардың қызметі, функциясы парат гормонын бөлу. Парат гормон. Ал енді парат гормон бұл не істейді? Бұл бізде қанда кальцийдің мөлшерін арттыратын болады. Яғни кальцитонинге қарама-қарсы қызметті атқаратын болады. Одан кейін мына бөлікшелердің арасында біз көріп тұрмыз бөлікше аралық дәнекер-тіні. Бұл бізде дәнекер-тінінің именно бұрпылдақ дәнекер-тіні. Енді осы бұрпылдақ дәнекер-тінінде көптеген капиллялар орналасады. Осылайша нақты былай парат гормон бөлінеді и осылай капиллярға барады и жаңағы керекті мүшелерге тасымалданатын болады. Одан кейін мына бір цифрасымен көріп тұрған май жошаларын көріп тұрмыз. Осындай май жошалар болады. И мына нақты пример ретінде бір қан тамырын берілген екен. Жалпы парат гормон препараты, то есть парат гормон деп
қалқан шаманы безі осы